Егер сіз елордада, оңтүстік немесе батыс аймақтарда тұрсаңыз, жұмысқа орналасу мәселесіне жиі тап бола берсеңіз, және өзіңіз бен отбасыңыз үшін жақсы өмір сүруді армандайтын болсаңыз, Мансап орталығына хабарласып, жұмыс күші көп аймақтардан жұмыс күші тапшы аймақтарға ерікті түрде қоныс аударуға қатысыңыз. Күйеуім екеуміз де дәрігерміз, студент кезімізде танысып, 2022 жылы үйлендік. Жаңа отбасын құрған жұп болғандықтан Астанада өз үйіміз болған жоқ. Ал жұмыс табу да оңай болмады. Сондықтан біз өз еркімізбен қоныс аударуға қатысуды ұйғардық. Және 2024 жылы Петропавлға көштік. Мы с супругой решили сменить. Жұбайым екеуміз елорданың қарбаласын ауылдың тыныштығына айырбастауды жөн көрдік. Былтыр солтүстік Қазақстан облысындағы Бескөл ауылына көшіп келдік. Өзіміз қабылдаған бұл шешімге еш өкінген жоқпыз. Прожив более 10 лет в Алматинской области. Алматы облысында 10 жылдан астам тұрғандықтан 2023 жылы өз еркімен қоныс аудару бағдарламасы туралы біліп, қажетті мәліметтерді жинап, Тайынша қалалық Мансап орталығына хабарластым. Орталық қызметкерлері маған бағдарламаның шарттары туралы егжей-тегжейлі және жан-жақты шолу жасады. 2023 жылдың наурыз айында мен квота алуға өтініш бердім, шешім оң болды. Сөйтіп отбасымызбен Тайынша қаласына көшіп келдік. Біз отбасымызбен Алматы облысында тұратынбыз. 2024 жылы жаңа мүмкіндіктер іздеп, ерікті түрде қоныс аудару бағдарламасына қатысып, солтүстік Қазақстан облысы Тайынша қаласына көшіп келдік. Қазір Тайынша қаласында тұрамыз. Оған мүлде өкінбейміз. Жаңа қала бізді өзімізді қайта тануға, жаңа адамдармен танысуға жол ашты. Мен өзімді жаңа ортада жайлы сезінемін. Ерікті қоныс аудару шеңберінде мынандай мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіледі. Отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көшуге бір жолғы субсидия. Отбасы мүшелерінің санына және елді мекенге байланысты 15-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін 12 айға тұрғын үйді жалға алу және коммуналдық қызметтерді төлеу үшін ай сайынғы субсидиялар, қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жолдама, жұмысқа орналасуға немесе кәсіптік бастаманы дамытуға жәрдемдесу. Тұрғын үй құнының 50% мөлшерінде, бірақ 1160 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын экономикалық ұтқырлық сертификаттарын беру. Өңір аралық қоныс аударуға жәрдем көрсететін жұмыс берушілерге тұрғын үймен қамтамасыз етілген және кемінде 2 жыл мерзімге тұрақты жұмысқа қабылданған әрбір қызметкерге 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жұмысқа орналасуға бір жолғы субсидия беріледі. Біз үшін бәрі біз ойлағаннан да жақсы болды. Жолдасым екеуміз өз мамандығымыз бойынша жалпы тәжірибелік дәрігер болып жұмысқа орналастық. Ал экономикалық ұтқырлық сертификаты бойынша 2025 жылдың сәуір айында Петропавлдан пәтер сатып алдық. Наңе, үй. Ну что сказать? Ал не айтуға болады? Жұбайым ағылшын тілі мұғалімі мамандығын игерген. У меня есть свой небольшой бизнес по строительству. Менің мұнда шағын құрылыс бизнесі бар. Өткен жылы біз тұрғын үй салу үшін экономикалық ұтқырлық сертификатын алдық. Бұл бізге көп көмектесті. Қосымша жер сатып алып, құрылыс жүргізіп жатырмыз. Ауыл шаруашылығын дамытамыз. Балаларды жерді сүюге, табиғатты сүюге үйретеміз. Бізге қонаққа келіңіздер. Приезжайте в гости. Сначала нам выделили около 1,5 миллиона тенге на переезд. Бастапқыда көшу үшін бізге 1 449 000 теңге бөлінді. Содан экономикалық ұтқырлық сертификатын алып үй алдық. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік және өмірдің жаңа кезеңі болды. Мансап орталығының қызметкерлері маған жұмысқа орналасуға көмектесті. Қазіргі таңда Тайынша аудандық мәслихат аппаратында бас маман қызметін атқарудамын. Уровень жизни и инфраструктура в городе соответствует нашим требованиям. Қаланың өмір сүру деңгейі мен инфрақұрылымы біздің талаптарға сай. Балаларым мектепте оқиды.
Отбасымызға қолайлы жағдай жасалған. Бұл бағдарлама өте тиімді және кез келген адамға жаңа жерде жаңа өмір бастауға, елдің дамуына үлес қосуға мүмкіндік береді деп есептеймін. Бізге көшуге 2 миллион 67 мың теңге көлемінде көмек көрсетілгенде, мен бұл жаңа бақытты өмірдің бастау екенін бірден түсіндім. Тайынша қаласына келген соң отбасымыз экономикалық ұтқырлық сертификатын алып, үй сатып алдық. Мансап орталығының мамандары жақсы жұмыс табуға бізге көмектесті. Қазір білім беру бөлімінде экономист болып жұмыс істеймін. Жолдасым Big Town Engineering компаниясында дәнекерлеуші болып жұмыс істейді. Олар бізге жақсы жағдай жасады. Солтүстік Қазақстан облысына көшкенімізге өкінбейміз. Көші-қону жай ғана мекен-жайды өзгерту емес, ол жаңа өмірге жаңаша қадам. Жұмыс күші артық аймақтардан жұмыс күші тапшы аймақтарға ерікті түрде қоныс аудару. Жаңа жерде жаңа өмір бастаңыз.